Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін осындай керемет жүгерілер жасаймыз. Ол үшін бізге жүгерілер қажет болады, пакет для запекания және май қажет болады. Майды өстіп жан-жағын бәріне жағып шығамыз, жақсылап тұрып. Магазиннің любой майы бола береді. Өстіп майын жағып аладық, жан-жағын бәріне. Тұзды өздеріңіздің қалауыңызша не алдын ала себесіздер, не содан пісіп болған соң себуге де болады. Пакет для запеканияны алып, осылай ішіне саламыз. Өстіп, одан кейін духовкамызға пісіріп аламыз. Өте керемет болады. Осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Біз тек қана осылай жасайтын болдық. Балаларыма өте қатты ұнады. Тез пысады, 20 минутта. Керемет, дәмі, иісі бәрі керемет болып шығады. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.